Құс шаруашылығы. Құс шаруашылығы саласы ауыл шаруашылығына негізгі салалардың бірі болып табылады. Бүгінгі таңда экономиканың бұл саласы әлемнің көптеген елдерінде белсенді дамып келеді. Құс шаруашылығы халықты жануарлардан алынатын өнімдермен және ақуыздармен қамтамасыз етуді жүзеге асыратындықтан, оны дамыту маңызды міндет болып табылады. 2021 жылғы статистикалар бойынша 282 мың тонна құс еті өндірілді. Өндіріс бойынша көшбасшылар Ақмола облысы, Алматы облысы және Шығыс Қазақстан облысы болып табылады. Жұмыртқа жағына келетін болсақ, 5 миллиардқа жуық дана тағамдық жұмыртқа өндірілді. Өндіріс бойынша көшбасшылар Алматы облысы, Ақмола облысы және Қарағанды облысы сәйкесінше. Қазақстандағы құс шаруашылығы саласына осы шолу мен талдау мал шаруашылығының өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы кафедрасының қауымдастырылған профессоры Сағынбаеваның басшылығымен жүргізіледі. 2021 жылы құс етінің жалпы өндірісінің 8,5%, яғни 24.200 тоннаның 18.400 тоннасы Ресейге, Қырғызстанға, Өзбекстанға және тағы басқа елдерге экспортталды. Жұмыртқа жағынан тағы да Ресейге, Қырғызстанға және Өзбекстан мен Тәжікстанға экспортталды. 2021 жылы Қазақстанға шамамен 220 мың тонна құс еті импортталды. Оның үлкен бөлігі Америка құрама штаттарынан, сондай-ақ Украина, Қытай, Беларусьтан келеді. Ал жұмыртқаның жағдайын айтатын болсақ, импорт 277 миллион жұмыртқаны құрайды. Оның 62 миллионы инкубациялық жұмыртқа. Импортталған жұмыртқаның көп бөлігі Ресейден, сондай-ақ Беларусь, Чехия, Словакия, Канада және Нидерланды елдерінен келеді. 2021 жылы Қазақстанның құс етінің өз өндірісінің көлемі ішкі нарықтың қажеттілігін тек 66%-ға ғана жабатыны анықталды. Алайда территориясыздағы құс кәсіпорындары мен фермерлердің қарқынды жұмысына байланысты импорт көлемі құндық мәнде қысқаруда. Құс шаруашылығы қандай салаларда қолданылады? Құс шаруашылығының басты өнімдері құс еті мен жұмыртқа болып табылады. Бұл екеуі де ұқсас сфераларда қолданылады. Олар кулинария мен тұрмыстық тағамдар дайындау үшін. Құс шаруашылығының жанама өнімдері мамық пен қауырсын болып табылады. Өндіріс қалдықтары ет, сүйек ұнын жасау үшін қолданылады. Сонымен қатар құс көңі құнды органикалық тыңайтқыш ретінде қолданылады. Қазақстанда құс фабрикаларын айтып өтсек, біздің ұлы еліміздің барлық өңірлері бойынша 9 орында барлық 65 құс фабрикасы бар. Ең үлкен құс фабрикасы ол Шымкент құс фабрикасы. Негізгі қызметі құс өсіру және жұмыртқа өндіру болып табылатын құс фабрикасы. 1962 жылы тіркелген және компаниясының басшысы Әбілқасым Досболов. Құс фабрикасының өндірістік қуаты жылына 150,5 миллион жұмыртқаны және 800 тоннадан астам құс етін құрайды. Кейіннен өндіріс қуаттылықты 20 мың тоннаға дейін арттыру жоспарлануда. Екінші орындағы құс фабрикасы ол Алель Агро. 1998 жылы наурызда тіркелген. Алель Агро компаниясы Қазақстан Республикасының құс етінің 25%-ын өндіреді. Өндірістік қуаты жылына 60 мың тонна етті құрайды. Алматы облысында 6 құс фабрикасы, құрама жем зауыты, сою цехы, сұрыптау терминалы және инкубатор жұмыс істейді. Қазақстанның жалпы құс шаруашылығы бойынша жағдайы өте жылдам қарқынмен даму жүріп жатыр. Қазақстанның құс фабрикалары өз өндірісін біртіндеп қалпына келтіруде. 2022 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша құс басы 45 миллион басты құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес күнімен салыстырғанда 3,6%-ға өсті. Алынған тауық жұмыртқалары да 13%-ға өсіп жатыр.